Құрметті президент Садыр Нұрғожаевич Жапаров, сізді қырғыз халқын алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы, білікті саясаткер деп бәріміз білеміз. Қырғызстанды көркейту жолындағы қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Салиқалы саясатыңыздың арқасында еліңіз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Қырғыз экономикасы жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. Өзіңіздің бастамаңызбен түрлі салада тың ауқымды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Әлеуметтік салада ғылым, білім жүйесінде ауқымды өзгерістер жасалуда. Мұның барлығы Қырғыз елінің экономикасын нығайтып, халықаралық сахнадағы абырой беделін арттыра түсетіне сөзсіз. Сіздің көреген қадамдарыңыз аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізді. Парасатты басшылығыңызбен бауырлас қырғыз жұрты бұдан да биік белестерді бағындыра беретініне кәміл сенемін. Біз бір туған бауырлас ел ретінде Қырғызстанның барлық жетістіктеріне шын жүректен қуанамыз. Қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, ағайынды халықтар, салт дәстүрі мен тарихы ортақ елдер. Біздің тіліміз бен діліміз, атымыз бен затымыз ұқсас. Бүгінде елдеріміз арасында өзара сенім мен сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнаған. Одақтастық рухындағы байланысымыз нығайып келе жатыр. Қос мемлекеттің стратегиялық әріптестігі қарқынды дамып жатыр. Сіз бұл іске өлшеусіз үлес қосып жатсыз. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қазақ-қырғыз ықпалдастығы жаңа қарқын алды. Стратегиялық әріптестікті тереңдетуге бағытталған тың бастамалар көтерілді. Мемлекеттеріміздің мүддесіне сай жаңа ортақ жобалар қолға алынды. Маңызды бастамалар қос халыққа тән шынайы бауырластықты көрсетіп, достығымызды одан әрі бекемдей түседі деп санаймыз. Қазіргі алмағайып кезінде осы ынтымағымызды күшейтудің айрықша мәні бар. Себебі біздің мызғымас бірлігіміз, баға жетпес байлығымыз. Жоғары мәртебелі президент мырза, Қырғыздың залқар ақыны Тоқтағұл Сатылғановтың жақсы адамның белгісі ел қамы үшін күйінер деген сөзі бар. Сіз Қырғыз елін өркендету жолында табанды еңбек етіп, халқыңызға адал қызмет етіп келесіз. Сондай-ақ халықтарымыз арасындағы достық қарым-қатынасты нығайта түсуге орасан зор еңбек сіңіріп жатсыз. Мұны барша қазақ жұрты жақсы біледі. Осыған орай мен сізді Қазақстан Республикасының ең жоғары мемлекеттік наградасы Алтын Қыран орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым. Бұл награда қазақ елінің сізге және бүкіл қырғыз халқына деген ерекше құрметі мен шынайы алғысының риясыз белгісі. Қазақ-қырғыз халықтарының ынтымағы арта берсін. Достығымыз мәңгі болсын. Енді рұқсат болса рәсімге көшеміз. Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан айрықша үлес үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаевич Жапаров Алтын Қыран орденімен наградталсын. Құрметті
Касым Жомарт Кемелұлы, кымбаттуу достор жана урматтуу меймандар, бүгүн мен бул жерде туруп Казакстан Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасынын белгиси болгон Алтын Кыран ордени менен сыйланып турам. Бул мен үчүн чоң сыймык. Мен Казакстандын жетекчилигине, ошондой эле жалпы казак агайын туугандарга бул жогорку сыйлык үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Эң оболу бул орденди кыргыз мамлекети менен кыргыз элине көрсөтүлгөн өзгөчө сый-урматтын, терең ишенимдин жана чыныгы боордоштук мамиленин даңазалуу белгиси катары кабыл алам. Бул кадам боордош элдерибиздин ынак коңшулугун, көөнөрбөс достугун, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык алакаларынын жана стратегиялык өнөктөштүгүнүн жогорку деңгээлин айкын тастыктап турат. Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дегендей, кыргыз менен казак элинин кылымдардын сыноосунан өткөн бай тарыхы бир. Байыртадан бери элдерибиз жанаша, ынтымакта, достукта жашап, бири-бирине бир тууган болуп, бири-бирине жардам берип, колдоо көрсөтүп келгенбиз. Биздин ынтымактуу аракеттерибиз кыргыз-казак союздаштык мамилелерине жаңы дем берип, эки боордош элдин бакубат жашоосу, тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн зор мааниге ээ болгон барактарды ачат деп ишенемин. Бул биздин муундарга мурас, жаркын келечекке ишеним деп билишиңиздер керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат сизге дагы.